Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызашарға арнап, бір жасағаннан ақ арасы пісіп, көтеріліп, өте дәмді болып шығатын пирогты сіздермен бірге үй жағдайында жасайтын боламыз. Пирогымыз дәмді, хош иісті болып шығады. Ал ендеше сіздермен бірге жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 3 жұмыртқа. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып болған соң 180 грамм шекерімізді қосамыз. Сосын миксердің көмегімен жұмыртқамыз ағарғанша миксерлаймыз. Бұл жерде миксерді тоқтатпай, миксердің бірінші скоростында жұмыртқамыз 3-4 есеге көтерілгенге дейін шамамен 3-4 минуттай миксерлайтын боламыз. Мінекей қараңыздар, біздің жұмыртқамыз осылай ағару қажет. Келесі кезекте 200 грамм сүт қосамыз. Бұл сүттің орнына 200 грамм айран немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Сосын 100 грамм зәйтүн майын қосамыз. Зәйтүн май жоқ болса, сұйық май немесе 100 грамм ерітілген сары май қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Сосын венчиктің көмегімен осылай төменнен жоғарыға қарай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Мен бұл жерде ұнды 2 бөлікке бөліп барып қостым. Ұнның бір бөлігін електен өткізіп болған соң, сосын бізге керегі қопсытқыш. Менде осындай бір пакет қопсытқыш бар. Осы бір пакеттің ішінде 18 грамм қопсытқыш болады. Осы 18 грамм қопсытқыштың бәрін қосамыз. Қопсытқышты қосып болған соң, венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай қамырымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Достар, осы пирогтың толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Сосын мінекей мына жерде ұнның екінші жартысын қосып жатырмын. Осы пирогтың қамырына мен барлығы 330 грамм ұн қостым. Сіздерге 300 грамм ұн кетуі мүмкін. Сол үшін де өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Біздің қамырымыз біркелкі, орташа қоюлықтағы қоймалжың қамыр шығу қажет. Мінекей ұнымыздың екінші жартысын қосып, бірінші венчиктің көмегімен араластырып, ары қарай біркелкі болу үшін осылай шамамен 1 минуттай миксердің көмегімен араластырып алдым. Мінекей достар, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Осындай біркелкі, қоймалжың, орташа сұйықтықтағы қамыр шығу қажет. Ендігі кезекте қамырымыздың кішкентай бөлігін басқа бір ыдысқа алып құямыз. Бұл жерде осы бір ыдысқа мен 5 ас қасық қамырдан алып құйдым. Келесі кезекте осы қамырымыздың кішкентай бөлігіне 1 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Сосын 3 ас қасық сүтімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл сүттің орнына 1 ас қасық толтырып қаймақ қоссаңыздар да болады. Сосын осылай қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей біздің какао қосылған шоколадты қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте бізге керегі пирог пісіретін форма. Осы формамызға сары майды әкеліп, сары майды формамыздың барлық шетіне жағып шығамыз. Немесе сары майдың орнына пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызда. Достар, осы менің YouTube каналымда оңай жасалынатын, дәмді болып шығатын пирогтардың, кекстардың және де печеньелердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоны көруді ұмытпаңыздар. Мінекей формамыздың барлық шетіне сары майымызды жағып боламыз. Сосын бағанағы шоколадты қамырымызды осындай кондитерлік қорапқа құйып алдым. Кондитерлік қорап жоқ болса, салафанға құйып алыңыздар. Сосын осы қамырымызды әкеп формамызға құйып шығамыз. Айтпақшы достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Сосын лопатканың көмегімен қамырымызды осылай тегістеп шығамыз. Бағанағы кондитерлік қорапқа құйған қамырымыздың басын осылай кесіп, сосын мына видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды осылай құйып шығамыз.
Бұл жерде какао қосылған қамырымызды өздеріңізге ұнайтын өрнек қылып, пішін қылып, әдемі қылып, басқаша қылып қамырды құйып шықсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Қараңыздар, бізде осындай әдемі қамырымыз дайын болды. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіреміз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай пирогтарыңызды пісіріңіздер. Мына менің пирогым 30 минуттың ішінде пісіп шықты. Осы пирогтың піскенін осындай таяқша арқылы білсек болады. Таяқшамыз құрғақ болып шықса, пирогтарыңыз пісті деген сөз. Қараңыздар, осындай өте әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Осы пирогтың дәмін татпастан бұрын кішкене 5-10 минуттай суытып, сосын кесіп дәмін татып көре берсеңіздер болады. Мінекей, мына шетте сіздерге қазір ортасын кесіп көрсетейін. Біздің пирогымыз өте жұмсақ болып шыққан, оңай кесіліп жатыр. Қараңыздар, осылай өте әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Пирогтың арасы да піскен. Достар, сіздер де осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогымыз өте тәтті, дәмді, хош иісті болып шыққан. Және де осы пирогты жасау өте оңай, сіздердің көп уақыттарыңызды алмайды. Пирогымыз осындай әдемі болып, керемет болып шығады. Барлық жақындарыңызға, достарыңызға ұнайтынына күмәнім жоқ. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.